Бұл шал сиқырлы айна тауып алады. Сосын оны кемпір өз түрін көріп лақтырып жібереді. Сосын оны алдар көсе тауып дәу жалмауызды алдап жібереді. Сонда Алдар шайтан. түсінбесең видеоның соңына дейін көр. Ең бірінші осы сиқырлы айна бөлімін мазмұндап кетейін. Мультфильм басында мынау шал өзімен өзі кетіп бара жатады. Сосын жолдан бір айна тауып алады. Ол айна тапқанына қуанып қарап қалған кезде ол өз түрін көреді. Бірақ ол тупой дым білмеді. Сол үшін бұл атасының түрі деп ойлап қалады. Сосын қуанып атаның суретін тапқанына үйіне барып сандығына салып қояды. Және сандығына салып жатқан кезде оның кемпірі «Әй, не тығып жатсың?» дейді. Сосын мынау шал болса «Шаруаң болмасын» деп кетіп қалады. Сосын кемпірі шал кеткен соң есікті жауып айнаны қарауға барады. Және де сандықтың ішін ашып айнаны қарап қалған кезде бұл да тупой бір кемпірді көреді. Негізі ол өзін көріп тұр. Сосын ол маған қарап, мынау шал мені кемпірмен өзгертіп жүр ғой деп ойлап қалады. Және де басқа кемпірлерге қарап жүр деп ойлайды. Сосын ашуланып далаға шығып әлгі айнаны лақтырып жібереді. Сосын бұл уақытта жолда келе жатқан алдар көсенің дәл алдына әлгі айна түседі. Сосын ол айнаны алып кәдеге жарақ қарал деп, маған керек боп қалар деп өзінің қалтасына салып кетеді. Сосын алдар көсе орманда келе жатады. Сол уақытта оның дәл алдынан бір дәу келіп атып шығады. Сосын алдар көсе басында шошып кетеді. Сосын біраздан кейін ойланып, қорықпай, кімнің қолына түсті деп әлгі дәуге айтады. Сосын дәу дым түсінбей тұрады. Менен қорықпайсың ба деп. Сол уақытта алдар көсе қорықпаймын. Мен сондай дәулерді аулап жүрмін. Кішкентай қорапқа оларды сыйдырып аламын дейді. Егер сыймай жатса, қолмен аяғын шолып тастаймын деп айтады. Сосын алдар көсе айнасын алып шығып әлгі дәуге көрсетеді. Бүгін ғана біреуін ұстап алдым деп. Сосын әлгі дәу онадан шошып кетіп, қолың болайын, өтінем, маған тиіспеші дейді. Сосын алдар, ендеше мені қалаға апарып таста дейді. Достарыммен кездесейін деп айтады. Сосын әлгі дәу оны арқасына отырғызып алып аспанға секіріп кетеді. Сосын дәу мен алдар екеуі аспанда ұшып келе жатады. Сосын ол қалаға келген кезде оның достары кімде-кім, оның достары алдарға жаңалық айтады. Сосын кімде-кім егер көңілсіз ханшайымды көңілін көтеретін болса, оған бір қап алтын береміз дейді. Сонда алдар көсе, менде бір құрал бар деп ханның қызына барады. Сосын ханның қызына бір айнаны береді. Ханның қызы айнаны көріп, ол да тупой айнаның не екенін білмейді. Сосын бұл кім дейді. Сол кезде алдар көсе, бұл сен ғой дейді. Сол кезде ханның қызы қатты қуанып кетеді, өзінің соншама әдемі екеніне. Сосын хан уәде еткендей бір қап алтынды алдар көсеге береді. Алдар көсе соны әрең көтеріп бара жатыр. Сосын бізге әлгі шал мен кемпірді көрсетеді. Ол екеуі әлгі айна үшін ұрысып жатыр. Және де шал әлгі суретте оның атасы десе, ана кемпір болса суретте кемпір бар дейді. Сонда бұл екеуі тупой, бұл айна екеніне милар жетпей жатыр. Осымен бітті. Енді достар, қорқынышты теорияларға кеттік. Алдардың айнаны тауып алғаны бекер емес. Сиқырлы айна адамдарды манипулировать ете алады. Және қу алдарды басқарған оған пайдалы болатынын түсініп, алдар көсені өз қармағына сүреді. Сонда айна қарғалған шайтанның айласы болуы мүмкін. Алдар көсе қу шайтан. Алдардың өтірікші екені өз атынан байқауға болады. Бірақ ол қу болған сонша тіпті дәуді де алып соқты. Және өз пайдасына қолданды. Бірақ бірдеме айтайын, бұл дәу емес. Бұл негізі орманда күзететін шайтан. Шайтан деген адамды алайтын еді. Бірақ бұл жолы алдардың қу болған сонша тіпті шайтанды асып түсті. Сонда алдарды біз қу шайтан дейміз. Жоқ, тіпті қу шайтан емес. Шайтаннан да мықты тіршілік иесі деп айтуға болады. Алдар көсе жындардың тұқымы ма? Ертеде қазақ даласынан белгісіз бір жұлдыз құлаған деседі. Сол құлаған жерден кейін бір сәби табылған. Ол бала мүлдем жыламайды, тек үнемі күлетін болған. Ауыл ақсақалдары бұл баланы киелі деп ойлап асырап алады. Ол алдар еді. Бірақ уақыт өте келе ауылда біртүрлі оқиғалар басталады. Адамдар өзіне өзі алданып кетеді, мал жоғалады, түнде біртүрлі күлкілер естіледі. Ақыр бір молда түс көреді. Бұл бала адам емес, қара жынмен келісім жасалған әйелдің құрсағынан шыққан. Ал мақсаты адамдардың сенімін жоғалту. Алдардың күлкісі жай мәз болу емес, шайтанның ритуалы. Ол күлген сайын адамдар сенгіш болып, еріксіз түрде өз қателіктерін жасайды. Ал алдар оны алдап кеттім деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде алдар өзде бір жын пішінді қуыршақ. Нағыз алдар бала кезінен өліп қалған.